екеніңе, Қазақстандық екеніңе мақтану керек. Сенің бабаң 472 рет соғысып, сол соғыста жеңіп, саған 200 мемлекеттің ішінде нешінші орын алатын жер қалдырды? Яғни бабаң мықты ма? А сен қандай болуың керек? Мұхаммед өзінің қызын ұзатып атқан кездегі Фатиманы қалай қылып айтқан? Күйеуің көк дейді, аспан, сен жер болды. Күйеуің ашуланып атқан кезде бетінен келмей кетіп қалды. Қызын сыйлаған ел ол озатын ел. Қызын сыйламаған ел ол тозатын ел. Бұл қазақтың жері. Бұлардың ата-бабасы осы жерді алу үшін пәленбай жыл білегінің күшімен, найзасының күшімен ұрысқан. Бұл қазақтың жері, қазақтың елі. Бұл елде қазақ тілі жалғыз мемлекеттік тіл болу керек. Орыс тілінің отаны Ресей. Бірінші өзіңді жақсы көр. Өзін жақсы көрмеген адам ешкімді де жақсы көрмейді. Келістік па? Бірінші өзіңді жақсы көресің. Екінші, әке шешені жақсы көресің. Үшінші, таңдайтын жарыңды, сосын қалдыңды жақсы көресің. 37 сөзінде Абай айтады: өзің үшін өмір сүрсең, өзі үшін оттаған айуанның біреусің дейді. Халықтың қажеті үшін өмір сүрсең, Алла сүйген құлсың дейді. Мен сендердің Алла сүйген құл болғандарыңды қалаймын. Ойың сөзің айналады, сөзіңе еге бол, сөзің ісіңе айналады, ісіңе еге бол, ісің дағдың айналады, дағдыңа еге бол, дағдың мінезің айналады, мінезің тағдырың айналады. Сондықтан ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Ал үшінші бақытым отан дерем, от жүрген адам болса келдегі отан менен. Сарыағаштың жастарының атынан, Сарыағаштың бүкіл ұжымының атынан, халқының атынан сіздің осындай өрелі мінезіңізге, сіздің осындай жігеріңізге, қайратыңызға мың алғыс демекшімін. Қазақтың, міне менің тілім, мен Қазақстандықпын, міне менің ісім деп кіретін, өр намысты, арлы, әділ азамат болып өсіңдер. Бар болайық, нар болайық.